Сіз ғылыми мақала қалай және қайда бастау керектігін білмей жүрсіз бе? Мен Гүлсім Құлшарова, Назарбаев университетінің профессоры. Өзімнің 20-дан астам ғылыми мақалалар жазудағы тәжірибеммен бөлісіп, ғылыми мақалаларды жазуға 5 тиімді әдіспен бөлісемін. Осы видеоны соңына дейін қараңыз. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңызды төменге жазып кетіңіз, мен міндетті түрде жауап берем, немесе келесі видеода оны толыққанда ашамын. Ғылыми мақала жазу сіздің зерттеуіңізді басқа адамдардың алдына немесе әлемге шығарудың ең тиімді жолы. Ғылымда ғылыми мақала өте маңызды болып есептеледі. Егер сіз зерттеу жасап, соңында ғылыми мақала немесе ғылыми тәжірибеңізді жазбаша түрде шығармасаңыз, ол туралы әлем басқа адамдар естілмейді, білмейді, және де сіздің зерттеуіңіз жоққа шығуы мүмкін. Сондықтан ғылымда ғылыми мақала жазу сәттіліктің 80%-ын құрайтын нәрсе. Ғылыми мақаланың 5 оңай әдісінің бірінші жолы ол мақсатты аудиторияны анықтау. Ғылыми мақала жазуды бастамас бұрын мақсатыңызды айқындаңыз. Бұл мақала конференцияға ма, әлде ғылыми журналға жазылып жатыр ма, әлде диссертация үшін жазылып жатыр ма? Оның мақсаты қандай? Сіздің зерттеуіңіз қай аудиторияға арналған? Егер сіз мысалы медицина саласына мақала жазып жатсаңыз, онда соған сәйкес PubMed база данныхтан мақалаларды қарап қолданғаныңыз дұрыс. Ал егер инженерия немесе басқа нақты ғылымдар саласында жұмыс істеп жатсаңыз, онда сіз Scopus немесе IEEE Explorer деген база данныхтан басқаға жүгінгеніңіз дұрыс болады. Ал мақсатта аудиторияңызды анықтадыңыз. Келесі кеңес ол дұрыс құрылымды сақтану. Әрбір ғылыми мақала мынандай құрылымға сәйкес жазылады. Біріншісі, кіріспе. Неліктен бұл зерттеу маңызды? Кіріспе үлкен жалпы идеялардан кішірейіп өзіңіздің мақсатыңызға сәйкес жазылады. Ағылшынша иммұрат деген структура деп айтамыз. Introduction, Methods, Results and Discussion деп. Introduction, яғни кіріспе, сіз ғылыми жұмысыңыздың маңызы қандай, сіздің мақсаты қандай, кіріспеде жазылады. Екіншісі Materials and Methods, ол әдістеме, яғни сіз ғылыми жұмысыңызды немесе зерттеуіңізді қалай жүргіздіңіз, қанша адам интервьюдан өтті мысалы, немесе қандай эксперименттер жасалды, олар қалай жасалды, соның бәрі осы секцияда жазылады. Results and Discussion, нәтижелер және талқылау. Қандай мәліметтер алынды? Сол жаңа жасалған эксперименттердің арқасында, немесе интервьюларыңыздың арқасында, анализдің арқасында қандай нәтиже табылды, және де ол нәтижелер нені білдіреді, оның маңызы қандай деген сұрақтарға осы секцияда жауап жазасыз. Соңғысы қорытынды, conclusion, немесе қорытынды. Кейде қорытынды жазылмайды, бірақ қорытынды жазылатын болса, онда негізі қорытынды осы жұмыстан шыққан қандай, және де болашақ зерттеулерге қатысы болжамдар туралы ойларыңыз осы бөлімде анықталып тиянақталады. Мен өзім жазғанда, мысалы, ең оңай секциясы ол Materials Methods, яғни қалай жасадым эксперименттерді, не жасалды, сол ең оңай. Өйткені сіз идеалды түрде ол барлық эксперименттерді қалай жасағаныңыз алдында жазылған болу керек. Сол эксперименттердің сипаттамасын осы Materials Methodsке жазасыз. Сосын Introduction, ол сіз қандай журналды таңдаңыз, соған байланысты фокусы да өзгереді. Аудиторияңызға байланысты фокусы да өзгеріп, соңына таман жазылатын нәрсе. Үшіншісі, қарапайым тілде жазу. Егер сіздің жазылуыңызды басқа адам түсінбесе, онда ол түсініспеушілік сіздің жұмысыңызды
жақсы әсер тимейді. Сондықтан егер сіз жазып жатқан күрделі терминдеріңізді сіздің аудиторияңыз түсінбей қалады деген жағдайларда сіз мысалы деп келесі сөйлемді жазуыңыз жөн болады. Егер күрделі бір сөйлем жазғаннан кейін мысалы деп екінші сөйлемде мәнін тарқатып бір мысал келтіріңіз. Сонда оқып жатқан адамға өте түсінікті. Сосын ұзын сөйлемнен көрі қысқарақ сөйлем қолдансаңыз, онда оқыған адамға да анығырақ болады. Сосын ғылымның тілі ағылшын тілі болғандықтан мақалаларды әрине де идеалды түрде сіз ағылшынша жазуыңыз керек. Ағылшынша жазғанда сөйлемдер негізінен өзінің грамматикасына байланысты орыс тіліне қарағанда, қазақ тіліне қарағанда қысқарақ болады. Сондықтан сол ағылшын тілімен жазғанда және де сөз жетпей жатса, сөз орны қысқа болса, онда transition words дейміз ағылшынша, сол жаңағы қосымша сөздерді алып тастауыңызға болады. Төртінші, сенімді мәліметтер және деректер қолданыңыз. Ғылыми мақала жазғанда барлық тұжырымдарыңызды анық, нақты деректермен белгілеңіз. Оны қолдану үшін сіз суреттер, диаграммалар, таблицалар, графиктерді қолданасыз. Ал дерек көздерді дұрыс citation style дейміз, яғни дерек көздерді қайдан алғаныңызды арнайы citation стильмен, яғни стиль цитированияны қолдана отырып жазуыңыз дұрыс. Мысалы, Chicago Style, MLA, ALA, Harvard деген әртүрлі стильдер бар. Оны сіз Google Scholar'дан сайт деген жерден таба аласыз. Және бесіншісі, сіз мақаланың мысалы аудиториясын нақты білесіз, структурасын жасап, жазып шықтыңыз, соңында оңай тілді оқып шығып, және де дұрыс стиль цитирования қолданып, толық жасап бітірдік делік. Енді соңғы ең басты әдістердің бірі ол сіздің әріптестеріңізге немесе сіздің жетекшіңізге ол мақаланы тапсыру, және де ол кісіден сіз мына мақала не жетіспей тұр, сізге түсінікті ма? Сонда өзіңіздің фидбак дейміз, өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз деген өтінішпен бөлісіңіз. Ол үшін біраз уақыт қалдыруыңыз керек. Сондықтан мақалаңызды ертерек бітіргеніңіз жөн. Мысалы, мен PhD оқып жүргенде мақалаларды жетекшіме бірнеше рет жіберіп, ол оймен бөлісіп, мен мақаланы жөндеуге қолданатынмын. Кейде жетекшіге байланысты бұл әрбері процесс өте ұзаққа да созылып кетуі мүмкін. Сіз оған дайын болыңыз, сондықтан мақаланы ертерек жазып, ертерек бітіріңіз. Ал осылай ғылыми мақала жазу ғылымда өте маңызды адамдардың бірі. Бізде мансабымыз ғылыми мақалалардың санына және де сапасына қарай да өседі. Сіз ғылым жолында өскіңіз келсе, ғылыми мақала жаза білу ең басты нәрсе деп есептеймін. Сонымен мақсатты аудиторияңызды біліңіз, құрылымға қолданып структурасын жөндеңіз, қарапайым тілде жазыңыз, қатты қиын емес, деректерді нақтылап, дұрыстап қолданыңыз, және де өзіңіздің жетекшіңізге немесе өзіңізден көбірек білетін әріптестеріңізге сол мақаланы жіберіп, олардың ойымен бөлісуді сұраңыз. Егер осы видеода кеңестер сізге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Сізбен бүгін болған Гүлсім Құлшарова. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.